Сәлем болашақ программистер, сіздермен мен Айдана. Бүгін біз Pythonдағы шартты операторлардың характері, шартты оператор және де таңдауды ұйымдастыруды үйрететін боламын. Ол үшін біз өмірден алынған мына мысалға қарап көрейік. Сіз сыртқа қандай да бір киім киіп шығасыз, ол жаңағы сырттағы ауа райына байланысты болады. Егер де күн ыстық болса, сіз жеңіл киінесіз, кішкене салқын болса, қалыңдау киінесіз, далада жаңбыр жауып тұрған болса, қолшатыр аласыз, немесе аязды күнде өте қалың киініп аласыз. Дәл сол секілді Python'да да бірнеше шарт қолдануға болады. Оны жаңағы if-тан кейін else-ның ішіне қайтадан if қолдану арқылы жазуға болады. Бұны характерлеген шарт деп айтады. Яғни бізде if else деген болмаса және де болмаса деген ішінде егер деп қайтадан шарттар. Біздегі дәл осы else if деген сөз, яғни else if болып жазылады. Жаңағы else-ның l және де if-ті алып if деген жаңа оператор пайда болады. Дәл осы оператор арқылы біз бірнеше шартты ұйымдастырып, яғни таңдауды ұйымдастыруымызға болады. Сонымен қатар біз if-тің ішіне if және де if-тің ішіне else, else-ның ішіне if, else-ның ішіне else қалағанша қолдануымызға болады. Ол біздің өзіміздің таңдауымыз. Бастысы мына шарттарды еске алған жөн. If шарт if-тан басталуы міндетті, және де elif туралы ақпарат жаңағы шартта if-тан кейін қалағанша elif қолдануға болады, және де біз шарт қолданған кезде тек қана if-тан бастап, мысалда else-ны қолданбаған, яғни else-ны қолданбауға да болады. Ал мына жерде жаңағы elif-ті қолданып келіп, мүлдем else-ны қолданбауға болады. Сонымен қатар if-тан кейін қайтадан if қолдануға болады. Ал else-ге келетін болсақ, шарттың соңында қолданылады, және де оны мүлдем қолданбауға да болады. Ол өзіңіздің таңдауыңыз. Енді мен сіздерге есеп шығарып көрсетейін. Бұл жерде бізде Қазақстан физикалық картасы, яғни бірнеше тереңдіктер мына жерде берілген. Жаңағы тереңдікке байланысты картада боялады. Өте терең жер, 500-ден терең жерлер қою көкпен, одан кейін көк, жаңағы 300 метр тереңдікте көк, 150 метр тереңдік, ашық көк деген сияқты. Яғни мен мынанша 14 түрлі түс белгіледім. Қою көк, көк, ашық көк, жасыл көк, қою сары, жасыл, ашық сары, күлгін, қоңыр күлгін, ашық қоңыр, қызғыл қоңыр, қою қара, қою қоңыр және де қара қоңыр деп осындай 12 түске бөлдім, және де дәл осыған байланысты код жазып шығардым. Біздің кодымызда, яғни сан жаңағы біз қандай да бір тереңдікті береміз. Мен тереңдікті минус деп алдым, және де биіктікті 100, 200, яғни плюс санмен алдым. Бізде қандай да сан берілген кезде, мысалға минус 300 берілсін делік. Бірінші бізде if шарты орындалмайды, және одан кейін elif шартына қарай өтеді. Яғни минус 300, минус 200-ден кішкентай болғандықтан бізде көк деген көк сөзді басып шығарылатын болады, яғни көк түсті бояумен бояуымыз керек. Егер де біз мысалы 0 беріп көрсек, минус 500 жаңа бірінші шарт орындалмайды, екінші шарт орындалмайды, үшінші шарт орындалмайды, 4 те орындалмайды, және де 0 100-ден кішкентай болғандықтан қою сары деген мәніміз басып шығарылатын болады. Есептағанға жіберіп көрейін. Мысалы мен 0-ді басқан кезде қою сары басып шығарылатын болады. Немесе 100 метрді алсақ, бізде 100 метрді жасылмен бояуымыз керек. Сіздермен болған мен Айдана. Тақырыпты пысықтау үшін төмендегі есептерді шығарсаңыз болады. Менің каналыма жазылып қойыңыздар, алда мұнан да қызықты керемет видеолар болатын болады.